Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ас қорыту жүйесінің патологиясы. Бүгінгі сабағымызда ауыз қуысында шайнау, сілекей бөліну және жұту әрекеттерінің бұзылуы жайлы, қарынның секрет бөлу қызметінің бұзылуы жайлы айтатын боламыз. Ас қорыту бұзылыстары. Ас қорыту бұзылыстарының негізгі себеп белгілері тәбеттің болмауы, жүдеу, өнімділіктің төмендеуі, іш қату немесе өту, аутоинтоксикация. Функционалдық бұзылыстар: қозғалыс, жиырылу, секреция, сору, бөліну. Тәбет және шөл. Гиперорекция дегеніміз тәбеттің артуы, анорексия дегеніміз тәбеттің жойылуы, парорексия дегеніміз тәбеттің бұзылуы, полидипсия дегеніміз шөлдеудің күшеюін айтамыз. Гиперорексия дегеніміз тәбеттің артуын білдіреді. Ауыз қуысы қызметінің бұзылуы. Шайнау бұзылысы азықтың дұрыс майдаланбауы, сілекей бұзылыстары кезінде гиперсаливация, сілекейдің көп бөлінуін айтамыз. Гипосаливация сілекейдің аз бөлінуін айтамыз. Негізгі себептері: жүйке жүйесі, инфекция, су алмасуының бұзылуы және де қан жоғалту себептерінен болады. Жұтынудың бұзылулары. Фазалары ерікті және рефлекторлық болып бөлінеді. Себептері: тіл парезі кезінде немесе рецептордың зақымдануы себепті болуы мүмкін. Қауіптілігі: азық тыныс жолына түсіп, пневмония туғызады. Қарын секрециясы. Гипероциттік тип бұл қышқылдық жоғары болса, бұл жаралар кезде, гастрит кезінде байқалады. Астениялық тип механикалық тітіркенуге жоғары, химиялыққа төмен жауап болып табылады. Алдыңғы қарындар бұзылысы. Қозғалыс күшеюі. Атония дегеніміз қарынның жиырылып созылуының әлсіреуін айтамыз. Тимпания дегеніміз қарынға газдың жиналуын айтамыз. Жарақатты радикулит дегеніміз бөгде заттардың себебінен қарынның жарақат алуы әсерінен болатын ретикулитті айтамыз. Негізгі аурудың себептері көбінесе дұрыс азықтандырмаудан, күтімінің нашарлығынан, токсиндер, инфекциялар, паразиттер себептерінен болуы мүмкін. Механикалық бұзылыстар: тарылу және бітелу байқалады. Ішектің бітелуі кезінде шаншу, ауырсыну белгілері білінеді. Дивертикул жергілікті кеңею. Эктазия бұл толық кеңеюді білдіреді. Жеке патологиялар: тимпания тез ашитын азықтан болады. Хемостаз дегеніміз аш ішекте іркілуді айтамыз. Капростаз деп тоқ ішекте іркілуді айтамыз. Қарынның бұралуы көбіне итте, ішектің бұралуы жылқы мен шошқада кездеседі. Қарынның жыртылуы дистрофия, қабыну салдарынан болуы мүмкін. Жалпы ас қорыту патологияларына келетін болсақ, олардың негізгі себебі азықтарының дұрыс еместігінен. Мысалы, стоматит ауруын алатын болсақ, ол дөрекі, қатты, тікенекті азықтарды беруінен. Тимпания ауруын айтатын болсақ, тез ашитын азықтарды, газы көп азықтарды беруден болады. Басты себептері сол, және де басты клиникалық белгілері бұл бағанағы тәбеттің жоқ болуы, күйіс қайтаруының тоқтауы, қарындардың жиырылып созылуларының бұзылуы. Басты клиникалық белгілер осылар болуы мүмкін. Бұл аурулардың алдын алу үшін ең алдымен азықтандыруды дұрыс жолға қоюымыз керек. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.